Hello guys, hello everyone. Сәлем достар. Бүгін біз complex object деген тақырыпты өтетін боламыз. Яғни бұл бір қызық тақырып. Яғни бізде бұл ұбт-да кездесетін тақырыптардың бірі complex object. Яғни complex object дегеннің мағынасы бізде білдіреді. Сіз біреудің бір нәрсе істеген қалаған кезде біз осы комплекс объектті қолданады екенбіз. Мысалға, мен сені мектепке барғаныңды қалаймын деген кезде, осы кезде комплекс объектті қолданады екенбіз. Мысалы, I want you to go school. Мен сені мектепке барғаныңды қалаймын деп біз қолданып отыр екенбіз. Мысалға, мына жерде біз subject қолданады екенбіз. Бұл subjectте I тұруы мүмкін, you, they, we, he, she, it тұруы мүмкін. Subjectің кез келген тұруы мүмкін. Содан кейін бізде мына етістіктеріміз келеді екен. Want, would like, desire, would prefer, expect, suppose, believe, consider, know, think, state, not, report, order, ask, allow, forbid. Осы бізде осы етістіктеріміз келсе, осы тұрған етістіктеріміз келсе, бізде әрқашанда infinitive to келеді екен. Яғни ұбт-ға дайындалып жүргендер біледі. Біледі деген ойдамын. Бұны, яғни осы етістіктерден кейін бізде infinitive to келеді екен. Ал мынау не деген сұрақ келетін шығар бізге? Бұл жерде бізде object pronouns тұрады. Object pronouns дегеніміз me, you, us, her, him, them, it деген object pronouns'тар тұрады екен. Или адамның аты тұруы мүмкін, или бір noun тұруы мүмкін. Бізде осы complex object'тің біріншісі бітті. Яғни complex object 1 and complex object 2. Бұл жерде subject, бұл жерде етістіктерде сезу мүшелері, яғни see, көру. Біз көреміз ғой. Ол сезу мүшесі. Watch, қарау. Feel, сезіну. Есту. Естуді біз таямаймыз, көруді біз таямаймыз. Touch, notice дегендер. Егерде осы етістіктер келетін болса, біз verb қолданамыз, or participle 1 қолданады екенбіз. Яғни participle 1 дегеніміз кез келген етістіктің бірінші формасы. Яғни verb 1. Мысалға, go дегеннің біріншісі. Яғни went емес, gone емес, жаңағына go. Subject, және де see, watch, notice, and then, of course, object, pronouns, subject, и осы see, watch, notice дегеннен кейін бізде object, objecттен кейін verb 1. Complex object 3. Complex object 3-да бізде subject, let, make. Именно осы let, make келетін болса, verb қолданамыз. Яғни verb дегеніміз verb 1 қолданамыз. Яғни маяқта object pronouns. For example, I let you go. Міне, I бізде subject тұр, let тұр, object pronouns'ымыз тұр, және де verb тұр, go. Яғни осылай. Біздің object pronouns'қа арналған сабағымыз бітті. Мен осы сабақ түсінікті болды деген ойдамын.
менің каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіз. Бай бай.